Беляшиға фаршты қуырып саламын дейтін қыздарға мен таң қалам бар ғой. Олай пісірмейді ғой беляшиді. Егер пісіруді білмесеңіз, осы рецептпен пісіріп көріңізші. Дәл осы рецептпен 6 жылдан астам уақыт пісіріп жүрмін. Фаршта, қамырда шикі болмай пісіп шығады. Қамырдың рецептісін видеоның астына жазып қоямын. Қамырды бірнеше кішкентай бөліктерге бөліп, бетін жауып 10 минутқа қоясыз. Сол уақытта фаршқа дәміне қарай тұз, бұрышын салып, салмасын дайындап аламыз. Көтерілген қамырды жаямыз, ішіне салмасын саламыз. Бір ас қасықтан салдым. Тағы да бетін жауып қоямыз. Табамызға сұйық майды құйып қыздырамыз. Майымыз қатты қызып кетпеуі керек. Қамырды жыртып алмайтындай етіп, үстінен жаймен ғана басып, қолымызбен жайып шығамыз. Қамыр қатты қалың болмауы керек, сондықтан да жұқа етіп қолымызбен ақырын-ақырын басасыздар. Енді міндетті түрде пісірген кезде майыңыз қатты қызып тұрмауы керек. Орташа отта пісіріп аласыздар. Міндетті түрде орташа отта. Қатты отқа қойып пісірмеңіздер, қыздар. Қамырыңыздың сырты пісіп, іші піспей қалуы мүмкін. Бастысы орташа отта пісіріп аласыздар. Және қамырды жұмсақ етіп илейсіздер. Болды, түк қиын емес. Тек осы мен айтқан ережелерді пайдаланып, орташа отта пісіріп алсаңыздар, сіздің беляшиіңіз нағыз базардағы беляши сияқты өте дәмді, сочный, фарштың суы ағып тұратындай болып піседі. Рецепті жоғалтып алмас үшін сақтап алыңыз. Және дәл осындай тегін мастер-класстағы рецепттерді білу үшін менің парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыз.